мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Мерекеде дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, істеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Асқан тауға жетелеген ұстазым анамдай боп әпереген. Ұстаз ғой ақылшында, қамқоршында, сондықтан да басымды ием алдыңда мен. Осы сөзде қанша жатыр, қанша ұлық, осы сөзде таусылмайтын жылылық. Әл-Фараби Ыбырай, мен ақаңды осы сөз ғой қойған бізде ұлығып. Ұстаз шебер қисықтарды жөндейтін, тентектерді ақылменен емдейтін болса дағы малға кейде өмірде бар байлығы шәкірттен сенбейтін. Құрметті Али апай, сізді бүгінгі мерекеңізбен құттықтаймын. Әлем басиды ешбірі өзіңдей жан таппағансың. Сынға сындап ұстазым шыдамдысың, соншалық шыдам күші. Адамды тылға етіп жеткізуге кез келгеннің жетпейді бұған күші. Ұстазым бүкіп бесіп сырым мәлім, және сізді жарамаймын. Құласаң да қанша рет талпынған жөн, үйлендім өзіңізден мұның бәрін. Жарығын жағып талай түлектердің, мектептен түлеп ұшқан түлектердің, лаулатып сөнбестей қып, отын жағып кішкентай жұдырықтай жүректерің. Тәуелсіз қазақ елінің дамуына қосып келе жатқан еңбектеріңіз үшін мен баршаңызға шексіз алғыс білдіремін. Осы жұмысыңыздың табыстарына жете беріп, абыройларыңыз шәкірт алдында асқақтай берсін. Сіздер осы жастардың болашағын айқындайтын өздеріңізсіздер. Шығармашылық ізденістер, ғылыми жаңалықтарыңыз арта берсін. Бүгінгі мерекелеріңіз үстем болсын. Бұл парызды аянбай жүріп үйреткен Гүлфайруза апай, көп қой сізге алғысым. Қосып алып бөліп тағы көбейткен, Шаш ауданын тауып санды теңейткен, Айжамал апай, Мөлдір апай мұңалды есептеуді бізге салмай үйреткен. Қазақ тілім, ана тілім, өз тілім, Мұхтар абай сөйлеген дана тілім. Осы тілдің ұқтыртған терең сырын Әли апай сізге де айтарыным. Әрқашанда біздерге берген білім. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің